Құрметті ұстаздар, қадірлі әріптестер, келіп жеткен кәсіби мереке ұстаздар күні баршаңызға құтты болсын. Ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген сөздері ұстаздарымыздың ел болашағының іргетасын қалаушы ретіндегі маңызды рөлін дәлелдей түседі. Біздің міндет білімді, адал, жаһандық бәсекеге қабілетті, озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу арқылы еліміздің болашағының сенімді әрі сапалы негізін қалау. Мұғалімнің жай ғана мамандық иесі емес, қоғамның озық тұлғасы ретінде беделін биіктеткен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұстазды қоғамның басты кейіпкері ету, мемлекеттік саясаттың басым бағыты деп айқындаған болатын. Бұл ретте президентіміз мұғалімдердің құқықтық мәртебесін одан әрі нығайтуды тапсырып, бірнеше міндеттер жүктеді. Осыған байланысты біз парламент мәжілісімен бірге заңнамалық өзгерістерді жүзеге асыратын боламыз және осы жолда ұстаздар қоғамдастығымен міндетті түрде ақылдасатындығымызды да атап өткім келеді. Сапалы біліммен қатар саналы тәрбие беру бұл аса маңызды міндет. Бұл міндетті біз ата-аналарымызбен бірге жүзеге асыратындығымызды да атап өткім келеді. Қымбатты ұстаздар, баршаңызға келіп жеткен ұстаздар күні мерекесі құтты болсын. Өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі өнегелі еңбектеріңіз жемісті болсын.